Дүние мен ақыретті тең ұстау керек. Бұған қатысты Қасас сүресінің 77-ші аятында Алла тағала былай дейді: Астағфирулла. Вабтағи фима атакаллаху дарал ахира. Алланың саған берген мына дүние мүлік, ақша, байлығын ақыреттегі мәңгілік мекенге пайдаланып, соған қарай ұмтыл, соған қарай жетуге тырыс дейді. Себебі шынайы мәңгілік мекен сол ақырет алаңы. Уәлә тәнсә насибака минад дуния. Сондай-ақ ақырет деп, бірақ сен мына жақта дүниедегі несібеңді де ұмытпа. Сондай-ақ уа ахсин кама ахсаналлаху илейк. Алла тағала саған қалай шарапатын тигізіп мол жақсылық жасаған секілді, сен де өзгелерге жақсылығыңды жаса. Уәлә табғил фасада фил ард. Жер бетінде бозғыншылық жасама, бүлдірме. Себебі инналлаха ла юхиббул муфсидин. Расында Алла тағала бозғыншылық жасайтын, бүлдіретін бүлікшілерді Алла тағала жақсы көрмейді дейді. Жалпы әрдайым тепе-теңдік баланс керек. Кез келген нәрседе, мәселеде, тек дінде ғана емес, күллі өмірдің барлық жағдаяттарында, мәселелерінде. Сондықтан өте бұл маңызды нәрсе. Шектен шықсақ та қате болады, немқұрайлы қарасақ та дұрыс емес болады. Баланс керек. Өте қиын, бірақ қажет. Енді бұны былай түсіндірсек болады. Қысқа нұсқа біздің сахабаларымыздан жететін керемет бір сөз бар. Мәңгілік өмір сүретіндей еңбек ет, мал тап дейді, дүниең үшін. Аянып қалма дейді. Ал ақыретке келген кезде ертең өлетіндей ақыретің үшін амал ет дейді.